Құрметті тыңдарман, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ата мұра, парсы ертегісі. Баяғыда бір шал болыпты. Дүние мүлік дегеннен бір даңғырасы, бір зұрнасы ғана бар екен. Бүкіл өмірі ел ақтап, ән салып, өнер көрсетумен өтіпті. Күндерде бір күн ажал жетіп, хал үстінде жатқан шал екі ұлын қасына шақырады да, үлкен ұлына даңғырасын береді. Мынаны сен ал, даңғыра қағып, күніңді көрерсің, дейді. Зұрнасын алып, кіші ұлына ұстатады. Мынау сенің еншің болсын, зұрна тартып, тамағыңды асырарсың, дейді. Соны айтады да, қартаң о дүниеге аттанып кетеді. Ертесіне кенже ұл ағасымен қоштасып, бағын сынамақ болып сапарға шығады. Келе жатып, бір қыстақтың жанынан өтеді. Қыстақтың сыртында шаруалар өгіз сойып жатады. Терісін сыпырған соң, құйрығын кесіп, лақтырып жіберіпті. Бозбала құйрықты алып, беліне қыстырады да жүре береді. Жүре-жүре бір ағашқа келіп жетеді. Ағаштың түбінде бір торғай тыпырлап жатыр екен. Көтеріп қойнына сала салып, ары қарай жөнеп кетеді. 3 күн 3 түн тынбай жүріп, жайқалған бір бақтың қақпасына келіп тіреледі. Қақпаны қағып еді, сықыр етіп ашылып, арғы жақтан бір дәу басын қылтитады. Сен кімсің, дейді. Мен заңғалы дәумін, деп жауап береді бозбала. Ал мен жаңғалы дәумін, дейді дәу. Баққа кіргіз мені, дейді бозбала. Бұл баққа кіру оңай емес, әуелі мен сені сынауым керек, дейді дәу. Сынасуды шаштан бастауға келіседі. Дәу бір тал шашын жұлып алып, қақпаның сыртына лақтырып жібереді. Бозбала беліне қыстырған өгіздің құйрығын алып, дәуге лақтырады. Жуанын ай, ұзынын ай, деп таңырқайды дәу. Енді тас лақтырсайық. Дәу жерден үлкен бір тас алып аспанға атып жібереді. Бозбала қойнынан торғайды суырып, ұшырып жібереді. Тө күшті-ақ екенсің, тасың көрінбей кетті ғой, дейді айран асыр болған дәу. Дәу ары ойланып, бері ойланып, алғаны айғайлап көрелік, қайсымыздың даусымыз зор екен, дейді. Дәу бар даусымен барқ ете қалады. Ал заңғалы зұрнасын алып, алаңда ойналатын ащы әуендердің біріне салып күңіренте жөнеледі. Зұрна үні бақтың о шетімен бос шетін шарлап кетеді. Амалы таусылған дәу бақты заңғалыға тастап, тайып тұруға мәжбүр болады. Заңғалы бақты аралап жүріп, дәудің баласының үстінен түседі. Айналайын, асыл тас пен алтындарыңды қайда тықтыңдар, деп сұрайды баладан. Дәудің баласы. Сарайдың бірінші бөлмесінде 4 дәу, екіншісінде 3 дәу, үшіншісінде 2 дәу отыр. Ал 4-шісінде бір дәу ұйықтап жатыр, қазына сонда, деп жауап қайрады. Заңғалы сарайдың ішіне кіріп, зұрнасын гүжілдетіп жібереді. Шошып оянған дәулер тым-тырақай қашады. Тек 4-ші бөлмедегі дәу ғана ұйықтай береді. Заңғалы оның басын шауып тастайды. Бөлменің ортасында құдық бар екен. Дәулердің күллі қазынасы сол құдыққа жасырылыпты. Заңғалы құдыққа түскенімен, төбе боп үйілген асыл тас пен алтынды сыртқа қалай шығарарын білмей қиналады.
Содан зұрнасын қолға алып, сиқырлы бір әуенді құйқылжытқан екен. Дәулер құлды құрып жетіп келіп, қазынаның шып-шырағасын бұзбай тік көтеріп алып шығады. Ал әлгі заңғалдан жеңіліп қашқан дәу дала кезіп келе жатып, бір түлкіге жолғады. Түлкі: «Өй, дәуім, кімнен қашып келесің?» деп жөн сұрайды. «Ойбай, атама, заңғалы деген бір бейтаныс дәу келіп, бауыр басқан бағымнан түріп шықты. Шашының жуанына өзінің», дейді дәу ентігіп. «Қой, ол дәу емей-ақ кәдімгі адам», дейді түлкі. «Саған көрсеткені шаш емес, өгіздің құйрығы болар». «Қайдағы адам, дәудің нақ өзі», деп көнбейді оған дәу. «Аспанға тас атысып едік, ол лақтырған тас көрінбей кетті». «Тастың орнына торғай лақтырған ғой ол қу», дейді түлкі. Айғайлап еді, құлағым тұнып, басым жарылып кете жаздады. Бақтағы құс біткен даусынан үркіп ұшып кетті, дейді дәу түлкіге. «Өй, ол айғай емес, зұрнасын үрлеген ғой шамасы», дейді түлкі. «Сенбесең, жүрші өзің, қайтып барайық». Ақыры түлкі дәуді зорға көндіреді. Онда да берік жіп тауып, бір ұшын өз мойнына, екінші ұшын дәудің мойнына байлап жол бастайды. Заңғалы бұлардың келе жатқанын көріп қалады да, зұрнасын ала салып, өкпесі жыртылғанша үрлей жөнеледі. Жаудың үрейін ұшырып, құтын қашыру үшін тартылатын жуырық әуендердің бірінен соң бірін ойнайды. Зәресі зәр түбіне кеткен дәу тапырақтап тұра қашады. Қосақтаулы түлкі тастан тасқа ұрылып, мылжа-мылжа шығады. Ал заңғалы жасыл бақ, сәулетті сарайдың жалғыз иесі боп қала береді.